Осы ерлерің мінсе нұр қасқа, шабылмай тұрса бір басқа, батырлық байлық кімде жоқ, ғашықтың жолы бір басқа дейді. Осы қызымыздың білегіне бірінші ұстап тұрған балдарымызға тілек айтуға келген игі жақсылар. Шында адам жақсы қыдырып, несібе соңынан шұбыр жүреді деген, несібелі өкпеген құдалардың әдем ақ тілектің дайық деп отырмыз. Үлкен басқа. Ассалаумағалейкум. Сергел ауылы. Ассалаумағалейкум. Сарағаш. Ассалаумағалейкум. Шымкент. Барлықтарыңызға Маңғыстаудан, Адайлардан, қасиетті әулиелерінен келген біздің атымыздан дұғай сәлем. Тойларым тойғыласын, балдарым бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, өмірлі шүбірлі болсын, ел жұртына қадірлі болсын, жақсы жанұя болып, біздің ауылға әдемі жақсы келін болсын. Күйеу сізге 100 жылдық, біздің құдалығымыз 1000 жылдық, бәрі оң болсын, той-тойға ұласа берсін. Кімнің жол сұрайын, жалғастырайық әдем тілекті. Құрметті Сарағаш тұрғындары, құрметті тойшы қауым, Сергелі Батыр ауылы тойларымыз оң болсын, қосылып отқан 2 жасқа бақытты болсын, ендері сау болсын, жақсы жанұя болсын, тойларының тойғыласын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, сарағаштықтар, амансыңдар ма? Балдарымыздың жолдары болсын, Адай ауылына барған жерінде бақытты баянды болсын, денсаулықтары мықты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, аңсаған армандарына жете берсін, екі жаққа бірдей абыройлы болсын. Сарағаштықтарға айтарым, тыңда болсыңдар ма? Әлемнің асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілеймін. Атып жатқан таймен таласып, табалықтарыңызға табыс, босағаларыңызға бақ байлансын. Балдарыңыз бақытты болсын. Құдай деген қасиетті есімдегі бір ғана И деген әрпін алып тастаса, Құда деген әдемі сөз шығады екен. Сарағашымыз қандай ыстық болса, сондай ыстық ықыласты көрсетіп, бір қаттырақ қол соғып қойсаңыздар құдалардың құрметіне өтініш. Ал, тағы да құдалар келіңіздер айтайық. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Құрметті, қадірменді құдалар, бүгінгі мына қыздарыңыз Ұлжолғастың қыз ұзат тойы құтты болсын баршаңызға. Мына бүгінгі отау тігіп жатқан жастарға тілейтінім биік болсын босағаларың, махаббаттарың мәңгілік болсын, қосақтарыңмен қозағарың, дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыздар. Рұқсат болса енді құдағиларымыздан, құдашаларымыздан жол сұрайын, үлкеніміз. Құрметті тойшы қауым, құрметті құдағайлар, мына бүгінгі болып жатқан қыз ұзату той құтты болсын, той тойғаласын. Біздің ауылымызға түсейін деп жатқан келін бақытты келін болсын, аяқ түскен келін болсын, бұрынғы келіндердің артын жүрген жақсы келін болсын деп тілеймін. Құдағайлар, дендеріңіз сау болып, ендігі көрген жерде тумаластай болып кездесейік. Кешеден бері сый құрметтеріңізді көріп жатырмыз. Рахмет сізге, әрі қызыңызды беріп, әрі осынша сыйлап. Рахмет сіздерге, дендеріңіз сау болып, біздің ауылға да осындай қуанышты тойда бірге тойлайық.
қыздардан біреуміз. Қайырлы кеш, тойшы қауым, құдалар. Бүгінгі мерекелеріміз құтты болсын. Бүгінгі негізгі біздің куәгеріміз, осы басымыздың барлығын жинап отырған Ұлжалғас келініміздің қыз ұзату тойы. Және біздің жиеніміз, біз нағашылар болып келеміз, думан күйеу балаларымыздың 2 жас бақытты болсын, жүздерінен жарқын күлкі, қашанда осындай әдемі қалыптарыңызда осындай бақытты ғұмыр кешіңіздер деп айтқым келеді. Кешеден бері кереметтей күтіп жатқан, өте жоғары деңгейде күтіп жатқан құда-құдағайларға мың алғыс дегім келеді. Тойлағандарымыз той болсын, қашанда сіздің ауылыңызға той болып келе берейік. Той тойға ұласын, жастар бақытты болсын. Ал енді жаңа құдам келген кезде жаңғырып, байырғы құдам далада жүр қаңғырып деген сөзден аулақпыз, байырғы емес байсалды, ескі емес осы үйден осы үйдің есігін көрген, бесігін көрген ескі құдағилардан, құдалардан тілек болсын. Келіңіздер. Саламатсыздар ма, тойшы ауыл. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, той барлықтарыңызға жолысты болсын. Ал құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, қондырып отқан құстарыңыз сіздерге бақыт, қуаныш әкеле берсін. Әрқашанда осы ауылға тойға келіңіздер. Осы Ақмаралдың жақсылықтарына келіп, қуанышты болып жүре беріңіздер. Марал, бүгінгі мынау қаптың аузы ашылып, құда қаласа құда болған құтты болсын. Ең бірінші мына жастар бақытты болсын, осы жастар бақытты болса, сіздер де бақыттысыздар. Барған жерінде бағы ашылып, өбірлі, шүбірлі, балалы, шағалы болып, сені қуанта берсін. Тамырлары тереңдеп, жапырақтары жайқалып, мықты семья бола берсін. Той барлықтарыңызға жұмысты болсын, бақытты болсын жастар. Ал құрметті егі жақсылар, бүгінгі осынау тойлардың ішіндегі ең керемет сұлу той, қыз ұзату тойына келген жақсылар, барлықтарыңызға той құтты болсын. Мынау салт дәстүрдің қаймағы тұнған шырайлы Шымкенттің қолтығына орналасқан саялы сырлы сазды сарағашқа құда болып келген, сонау қарт Каспийдің бойынан келген, түркі әлемінің астанасына айналған Ақтаудан келген құдаларға сіздерге қош келіпсіздер. Ал бақтай, мынау бүгін аққудай сыланып тұрған құдашам Ақмарал, әркелінімсің. Бүгін сендердің алақанда ұстаған төрлеріңнен орын берген аққуларыңда өзінің қыранына ұзаққалы отырсыңдар. Мынау аспаннан бұршақ жауса, өз басымызды қорғасақ, аспаннан тас жауса, балапанымыздың басын қорғаймыз ғой. Мынау балапандарыңды ұяға ұшқалы отырсыңдар. Біз мынау Бердібек құдаларымызбен Ағмоншақ құдағиларымыздың шашбауын көтеріп келген құдалар боламыз бізде. Осы елдің, осы әулеттің талай тойында болдық. Ал енді мынау бала үшін істесің ерімге, бала үшін көнесің иілуге. Ішесің мына өмірдің уын балын, көнесің күйінуге, сүйінуге демекші. Мынау әлпештеп отырған қыздарың бүгін сонау қорықпай, батыл болып, Каспийдің жағалауындағы екі иығына екі жігіт мінгенде сондай батыр тұлғалы жігітті таңдаған екен. Құтты болсын. Кезінде Бауыржан Момышұлынан сұраған екен, батыр кім деген екен, батыр қыз деген екен. Танымайтын елге барады, танымайтын елдің отын жағады, күлін шығарады, сол елдің өседі, өнеді, сол елдің ұрпағын көбейтеді дейді. Сол батыр елінің батыр қызы барған жерінде тастай батып судай сіңсін. Біреу еш уақытта жалғыз оралмай, өмірлі, шүбірлі болып оралсын, көсегелерім көгерсін. Ал екі жас сендерге тілерім. Бірін қыран, бірін аққу жұп құраған. Екеуіне қызығып ел қараған. Өмір атты осы наумыс айдында сен екеу мәнерлеп сырғанаған. Қатар тұрып, күнді де көресіңдер, қатар тұрып, қиынды жеңесіңдер. Өмір сүру оңай деп кім айтады, бір-біріңе сүйеу болып жүресіңдер. Іші толы, тамаша күйге күнде, кіл тамаша той болсын үйлеріңде. Алтын тойда жасаңдар аман есен, бірін шекер, бірін бал күйлеріңде.
сендерге тамаша отбасының жылуы мен әдемі ғұмырдың сұлуын тілеймін. Бақытты болыңдар. Бақытжан аға, құдаларыңыз, құдағиларыңыз шетінен қара сөздің хас жебір екен. Расында қайғайдағын емес, сөздің қаймағын, сөздің арзанын емес, маржан теріп айтқан құдағиға бір қосу қошеметтеп қойыңыздар. Құдағи сізді жылан шақпасын, машина қақпасын, жаманға таулжырақ кетсін. Құдай, пенсияға шыққас па? Келесі айда 5 айлық табысыңыз бірақ кесті әумен. Аман жүріңіз. Кеңіз түйіндейді. Кеш жарық құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағилар, бүгін біздің саял сарайшымызға қонақ болып, құда-құдағи болып келгендеріңіз құтты болсын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, 100 жылдық болсын деген құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Сіздер өте жақсы жерде қыз алып жастар. Біздің Ақмарал құдаша, ол мақтайтындай құдашамыз ол біздің. Менің інімнің қайынбикесі. Өте жақсы Ақмаралда, Бақтыбекте. Сондай жақсы жерден құда-құдағи болып отырғандарыңыз құтты болсын. Өте қуаныштымыз. Ал Бақтыбай, Ақмарал, бүгінгі алғашқы тойларың құтты болсын. Қаптың аузы ашылып жатыр. Қыздарың жақсы жерге барып, өбірлі-шөбірлі болып көбейе берсін. Дендері сау болып, әрдайым жақсы жүрсе сендер де жақсы. Солар бақытты болса, біз де бақыттымыз ғой, бақытты болсын қыздарың барған жерінде. Тастай батып, судай сіңіп, бір ай болып, бір күн болып, артына жұлдыздар ере берсін. Сол жұлдыздарды көтеріп, арқалап жүре беріңдер құда-құдағилармен. Құда қаласа бақытты болсын жастар. Шын жүрегімен тілеймін, Ақмарал, тойларың құтты болсын. Тамаша, тілек ниет қабыл болсын. Енді мен ойлап қоямын, 100 жылдан төгілме деген күйеу баланың жүзіне қарап, ата-апаларын көріп, біздің ақылды қыз Ұлжалғас жаман жігіттің қолынан ұстамапты. Сіздердің ұлдарыңыз жар таңдаудан жаңылыспапты. Екі жақ бір-біріне теңдеп білем. Алып қосарыңыз бар ма? Құдалар жақтан келіңіз түйіндейік. Адамға біріншіден өмір керек, екінші көтеріңкі көңіл керек. Адам болып бұл өмірге келгеннен соң махаббат бір емес мәңгі керек. Құдай қаласа думан olmagan мәңгіліктер. Махаббатыңыз мәңгі болсын. Тамаша, тағы алып қосарыңыз бар ма құдалар? Соны мақтаудан келіп, тілек айтпай кеттік деген өкпелеш болмасын. Түйіндейміз ба? Жастың тілеумен деген келіңіз. Тілек бір, жүрек бір, балдар бақытты болсын, той тойласын. Тамаша, тілегінен қал, сөзің емес істің адам екен көрініп тұр. Бір ауыздан тоқталамыз ба? Енді жаңа 5 той деп атсыздар, мен осы сәт пайдаланып айтарым сіздерге. Сөз саптасы маржандай ақыныңыз, әр таңда тойдымамен атыр қуанышпен батырыңыз. Бүгін келіндеріңіз ұзату маған бұйырған екен. Құдай, келесі жылы дүниеге ол келсін, қыз келсін, сол сәбидің 5 тойына ақтауға Сарыағаштан маржан қыздарыңыз шақырыңыз. 4 көзіміз түгел ішінде ғана 5 тойға жетейік. Ал енді бірде 5 суретке, одан кейін біздің күйеу баламыздың атасы Ыбырай құдадан жастарға әдемі арнап әдемі ән бар. Естелік суретке түсіп алайық, келіңіздер. Ал енді бүгін құдалардың еліндегі тойға әдемі тілекті тағы да әнмен жеткізсек, құдаға бір қоса қошеметтеп қойыңыздар. Ал құрметті Сергел ауылы, құрметті құдалар, мына біздер кеңес үкіметі кезіндегі тәрбиеленген адамдармыз. Мынандай күнімізден 5 жасымыздан көркем өнерпаздарында ән салып, би билеп жүргенбіз. Міне содан қалған бір жарқын шақтар мынау. Біздің туған жеріміз Түркменстан. Бірақ Түркменстанда болса да жүрегіміз осы Қазақстанда деп жүрген. Құдайымда 96 жылы Қазақстанға келіп, нағыз қазақ болды. Ал енді баяғының, былтырғының, өткен ғасырдың біздің кездегі әндерден ән шашу, жаңа өзінде
әнді сіздерге арнаймыз. Бірақ тыңдап қалың, билеп қалың. Себебі бұл әнді менен басқа ешкім айтпайды. Япырмай деген ән. Ал тыңдап қалың. Япырмай. Өлеңнің аты япырмай, қол соқпаны қалай ойламай. Қолсақ көмек жасай, құдағын қалқымай мінекен. Деңіздер. Енді ана келсі сайлау өттің ішінде айтшылер қаяқтар жоқ бір қамана бет, негізі әншілер сыйламаған жамана бет. 91 деген бір тау шықты, елін таппай адасып далаға кет. Құдамыз жанды дауысты әнді айтты. Бақилық бүгін құдасын ән айтқан қалаған еді. Алматыда жүретін фонограмма қолданатын әрбір әнші осы құданың қасында әншімін деген аттан садаға кетті. Bir шапалақ болып қойыңыздар. Енді баяғыда бір апай қазақ тілінде диктант өтіп жатыр. Сөйтсе оқушы сұрайды дейді, ойбай апай, ауызсу дегенде екеуі бірге жазылған ба, жоқ бөлек жазылған ба деп. Сөйтсе өзі ашу үшін отырған апай не айтар білмей, арасын сәл ашырасып кете бер деп айтады дейді. Сол айтпақшы, арасында тағы да сөздің кезегі келсек деп жатырмыз, құрметті ағайындар. Енді ортаға әңгіме жезде жем бөлелер қауым түгел келсеңдер дейді. Қасырамыз. Әпше кезде жем бөлелер қауымы.
Әпшелер, жезделер, жиен, бөлелер, бажа балқыздар қауымы түгел келіңіздер. Жақсы бір тілек, жақсы ниет арнайсыздар мінекей. Марапаттап қояйық кәдеге. Түгел келіңіздер. Ал енді жақсы бір тілек, жақсы ниет болсын. Құрбет жездемізден бастайық. Біздің жездеміз кәдеге. Кәне. Үлкендеріміз бар ғой. Ассалаумағалейкум. Тойшыл қауым. Мына құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына бәке, женше, мына құдалық құтты болсын. Құда қаласа мына қыздарыңыз барған жерде бақытты бол. Артына сөз келтірмей, жақсы бір елдің қыз бола берсін. Мынау той оласып, құда қаласа қызымыз бақытты болсын. Осы той бәрімізге жұғысты болсын. Бақыт жездеміз кәне кел. Бәке, сөйлемесен болмайды. Ағайыннан қайын бақтай, жена кел. Мына тойға баса берсін. Бүгінгі күні себепші. Мен бажақ болар ғой. 2 жас не дейміз, бақытты болсын, өрлі болсын. Мына құдалар жоғарыға шыққан еліміз. Болсын, құдалар мұңсыз болсын дейміз. Жастар бақытты болсын. Ділбар әпкемізді кәне. Ал дейміз мынау Бақтайының және Ақмарал келін бүгінгі қуаныштарын құтты болсын, алғашқы тойлары. Мынау не дейміз, бүгін жиналған көпшілікке осы той жұғысты болсын дейміз. Жастарға тілейтінім бақытты болсын. Әр уақытта дендері сау болып, солардың қуашына аман есен болып барып, төрткөлді түгел жүре берейік. Мынау қалған бауырларымыз да тіпті жерден қондыра беріңдер. Мынау алғашқы тойларын ғой енді қаптың ауызы ашылды. Иә, әрқайда қуаныштарға әркезде ортақ болып жүре береміз енді. Той құтты болсын бәрімізге. Тойларымыз құтты болсын, жеке еліміз бақытты болсын, өзі өмірсін, құда қаласа Алланың нығметі бола берсін, осындай тойлар бола берсін. Мына құдалар төрге шыққандар құтты болсын. Сізге де жұғысты болсын, құда қаласа осы той. Қуаныштымыз, тілектеспіз осы жерден қосылатын бар, тілекке қосыламыз. Кәне. Тойшы қауым, Бақтай нағашы, Ақмарал Денче, бүгін өз алғас қызыл той болады. Құда қаласа осы той бәрі жұмысы болсын. Тойға да амансын жетегілейік. Келесі жыл ішінде ғана тойда бәріміз баспасып жиналайық. Той тағы құтты болсын. Кәне, бөлесін. Мынау бөлі. Мынау құда мұңшылық болсын. Мынау жасап жатқан тойлар құтты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Өсіп өне берсін. Бір қол соғып құрмет жасап қояйық. Кәне, жол үлкендері. Ақмарал қауымның бөлелеріне бір ауыз аттық келіңіздер. Ақмарал, сән, Бақтай, мынау алғашқы істеп жатқан тойларың құтты болсын. Мынау балапандар жақсы жерге қондырып, бақытты болсын жастар. Осылар бақытты болса, сендерде көңілдерің тыныш. Мынау жастар бақытты болсын. Ақмарал, мен де толқып тұрмын ғой, как будто. Өзім қызым ұзатып отқандай. Бақытты болсын жастар, сол. Сіз білдесең, бар екен, той бөлігі жан екен. Бітін енді ұлжалғасының жежесі Мұратхан жежесі Айнагүл әпкесі кәне. Рахмет.
Рахмет, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Барлықтарыңызға осындай ат басын бұрып келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Ол жалғас тағымын ғой мен, Ай, жарайсың. Мен әуелетті күйеу болып келем, Есіп Мұратхан, бажа бас ауырғанда жазатын адам дейді, молодец. Жақсы жерден таңдадың, жақсы жерден алдың, алтын бар жерді қаза берден, қазақ айтпақшы, осындай алтын кісілерден, осындай алтын бізді алып отсын. Батыстан келіп жатқан құдаларға көп рахмет. Бүгінгі қадамдарыңыз құтты болсын. Сіздердің де бүгін Құдай қаласа осындай құда болып жылағым келді. Құда болып, құдағи болып осындай бөленіп жатқандарыңызға көп рахмет. Бақытты болыңыздар, баянды болыңыздар, ауырмаңыздар. Әрдайым осындай тілекші болып келіп жатқан барша қонақтардың үйінде осындай Акимат сөйлесіп тұрғанда да бүйтіп өшіп тастап жатқан сияқты бар, кішігірім. Бопты, рахмет. Енді айналайын. Кетіп болатыр, Нече. Болды, сөйлей берейін ба? Айнан күйеу бала дауысын көтермей жатыр бізді. Сондай болып жатыр ау деймін. Баршаларыңызға тағы да көп рахмет. Бақытжан аға, Ақмарал жеңге тағы да сіздерге құтты болсын. Құрметті балдыздарым, қалғандары, жүре бермей әрекеттерін жасаңдар, балуандар. Тойға барайық, той көрейік. Бажа хочу себе. Бажа дегенді білесіздер ғой, ертерек әрекеттерін қылыңдар, балдыз айналайындар. Баршаларыңыз отбасыларыңызда осындай қуанышты тойлар, мерекелер көп болсын. Баршаларыңызға рахмет. Мұратхан күйеу баламыз Құдай келді там тоба қылған. Айнагүл қарындасымыз талай тойда әдемі көйлек киіп алыподарған. Дүниеде біздің Айнагүлдей пысық қызды көрген жоқпын. Күйеуінің шашын біртіндеп жұлып қадағаған деп Айнагүлге бір қол соғып қойыңыздар. Айнагүл қызымыз мінекей. Кеш жарық, құрметті қонақтар, құда-құдағилар, бүгінгі той құтты болсын баршаңызға. Керемет, осындай сіңіліміз тұрмысқа шығып, өзіміз бәріміз толқып жүрміз, қуанып. Ең бірінші осы аға мен жеңгемді құттықтағым келеді. Алғашқы қуаныштарыңыз көп болсын. Алла қаласа 2 жас бақытты болсын. Ал мына келіп жатқан құда-құдағиға осы біздің қаламыз ұнап жатыр деп ойлаймын. Сарыағаш қаласы егер алғашқы рет келіп тұрған болса, осылай келініміздің арқасында келіп, демалып, қыздай болып жүре берсін менің сіңілім сіздерге. Сол ұлжалғас, сіңілім, күйеу бала, сендерді осылай отау құрған күндерімен, құрып жатқан күндерімен құттықтаймын. Дендерің сау болсын. Қазір қалай бір-бірлеріңді жақсы көрсеңдер, өмірлерінің соңына дейін бір-бірлеріңді аялап, сыйлап, бақытты болып жүріңдер. Күйеу балаға айтарым, біздің сіңілімізді жылатпай, қалай әдемі қылып алсаң, солай әдемі құлпыртып жүре бер. Бақытты болыңдар, бір-бірлеріңнің сыйластықтарын азаймасын, бір-бірлеріңді жақсы көріп, құрметтеп, бір жасықта қартая беріңдер. Үлкен қуаныштарға бара берейік. Сендер де осы біз жаққа келіңдер, біз Түркістан қаласына боламыз. Бажаңды іздеп, сіңілімізді алып келе бер, аэропорт бар білесің. Сол аман болыңдар, той бәріне құтты болсын. Тек қана тойға келейік. Әулиелі Түркістан, әмбиелі Түркістан, шында ол қыздарды өсірген тәрбиелі Түркістан деп барған жерде құрметтесі киесін білетін, сөйлесі сөзін жүйесін білетін мұна Айнагүл әпкесімен кездесі әдемді ақтылығанады. Тағы сөйлейтін Амангүл әпкесі. Болды ғой? Фариза. Кім бар яқтан сөйлейтін? Алғаш қосамыз ба? Көке. Болды ғой? Ал енді шында бүгін енді азырақ сөйлеп көбірек іске көшейік деп жатырмыз. Себебі ертең осы тойды бақтай нағашымыз үйде жатып алып көреді. Жеп сөйлеп тұрған жерде өткізіп жібер дейді екен. Билеген жер ғой сөйлеп көрейік деп. Сонда билеген жер көп болсын деп жатырмыз. Алдымен бір суретке солай ортада тұрыңыздар. Жақында отырамыз. Жақында тұрып бір сурет әдем болсын.
çıraq bir adam olsa bir şiret süredim. Endi toyga şakırtıp geldingizler, tilek aytып berdingizler. Bärimiz şalım ne isteymiz? Bilmemiz, bu iş toyuna veremiz. Ketme, siz şabatlap sırayım. The ship was a Billy O.T. The winds blew harder, bowed down below. My bully boys blow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her right well bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
Шында тойдың болатынына болары қызық, мына болып жатқан одан да қызық дейді, енді кішкене бір әңгеде кезек берейік. Мына тойдың абыройын төмендету емес, ара-арасын өлеңдетіп отырайық деп жатырмыз, құрметті ағайындар. Енді шында жалған балық салып жанын салып соғыспайды дейді. Бірақ енді жанын салып айтатын осы біздің Ұлдалғас қызымыздың сіңлісі мен бөлесі. Ұлдалғас, бер қарап қояды. Біздің Ұлдалғас үшін келгендер шапалағыңыздаршы, қаттырақ. Бабай, тоқта басынан. Мен әлі үшке дейін санап, айқайлап сықып тұрып соғамыз. Ұлдалғас үшін келгендер кетті. 1, 2, 3. Көрдің Ұлдалғас негізінен бәрі әшіп түс, ертең түсінен шоқшымай арасын. Шолап атқандас біреу жоқ. Рахмет. Рахмет Мұзға. Асфальт. Жеттер микрофон. Микрофонда кеңіз. Үміт сіңлісі менен балаусына бөлесі қалсалай. Жүйен кетті. Өзге үйдің
ертеңгісіне шошып оянсаң мына шолап отқанның біреуі жоқ айналайын. Өңкей алдайлар, баяғыда мектепке баратын балаға айтты, мынау сенің классың, осында 10 жыл тұрасың, тарында көкіріп тауда болып шығасың деп әзір кетіп баратқан қызға айтатын болдым. Олжалғас, енді аналар сенің классың, сол жақта мәңгі тұрасың, қыз болып барып кемпір болып шығасың деді. Ең басты жастар бақытты болсын, бір қол соғып құрмет жасап қойыңдар қадірлі ағайын. Енді өмірде білімнің нәрін, өмірде көрген барын аямаған құлағатты ұстаздар қауымын, көңілі көктем шаңы жаз, еңбегі адал, айлығы аз болған ұстаздар қауымын ортаға шақырайық. Және де осы біздің Бақытжан ағамыздың бір топ қалшандары, әскери достарын ортаға шақырайық. Кластастар кейін тілекте шығады деп жатырмыз. Қарсы аламыз, ұлжындастар қауымы. Қалшандар! Мұхтар Әуезов мектебі қарсы аламыз, ортаға шығыңыздар. Шыққанға қарағанда тойынасын бір аяғын беріп қойған-ау деймін. Рахмет, осылай жүру керек. Осы бізді құрметтеп тойымызға келгендеріңіз үшін тұрмысқа шығып жатқан ұлдалғастың құрметіне Құдай қаласа осы мұғалімдерге ендігі осы аптаның соңында сіздерге 10 күн демалыс береміз. Бір қол соғыңыздар. Әрине ағалар, әйел заты нәзік осы ұстаздардан бір-екі ауыз ақ тілектің дәқтеп жатырмыз. Кәне. Қазақстанда бірінші ер азаматтар ма? Біздің осы Бақытжан ағамыздың әскери достары, соны Өзбекстаннан келіп отқан қонаққа құрмет көрсетейік, шықсын ортаға. Өзбекстаннан келіп отыр мінекей. Ассалаумағалейкум, әзіз мehmonlar, әзіз достар. Құдалар, қош келіпсіздер құдалар. Сау боласыздар, yoshlarimiz baxtli saodatli bo'lsin. Baqtjon, Ақпарат, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, quvonch bo'lsin, serdavlat, serbazak bo'lsin, o'zlaridan ko'payish bo'lsin. Jonli omon bo'lsin, baxtli bo'lsin. Tabriklaymiz yana buni. Ассалаумағалейкум, құрметті той сүйер қауым. Ал мынау батыс елінен келіп отқан құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын құда қаласа. Мынау алып баратқан келіндеріңіз құда қаласа, сіздердің ел жұрттарыңызды көбейтетін, ұрпақтарыңыз созатын келін болып түсе берсін. Ал бізге келіп отқан мынау күйеу бала құда қаласа, 100 жылдық күйеу болып құда қаласа, тойымыз тойға араласып жүре берейік құда қаласа. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын тағы болды. Ал Бақытжан, Ақмарал не дейміз? Ұзатып отқан қыздарың бақытты болсын құда қаласа. Өссін, өнсін құда қаласа, ұрпағымен мақтанышты болып елге орала берсін құда қаласа жақсы. Ал не дейміз тағы да? Жігіттер, әрдайым осындай көретініміз, той болсын, жақсылық болсын. Осы адына балшандардың тойында ойнап күліп жүру нәсіп етсін құда қаласа. Амандық барша, той болсын әрдайым. Табанбақ, іштеріңізден сөйлейін дегендер, ал енді ұстаздар қауымына кетті. Қайсымыз бастаймыз? Қан, апай. Кеш жарық, қадірлі қонақтар, ағалар, алыстан келген қонақтар. Сонау Ақтаудың төрінен, Маңғыстаудан мамырлатып келген, Каспийдің жағасынан теңіздің тереңдігін алып келген, түгін тартса майы жібек есілген
топырағы талай тарлан өсірген, сазға біткен саялы сарағаштың төрінен, сол ақтаудың төл бесігіне біздің аялы алақанымызда өскен Ұлжалғас қызымызды алып бара жатырсыздар. Бауыржан Момышұлының өзі айтады, отанды қорғаған батырлар батыр емес, өз елінде бой жетіп, өзгенің елінде шамшырағын жаққан қыз батыр деп. Анасының ақ сүтін еміп, әкесінің ақ үмітіменен арман қуалап, алысқа кетіп бара жатқан қызымыздың әр қадамына нұр жаусын дейміз. Сол Каспий теңізінің тереңдігіндей терең мөлдір сезіммен сол елдің бағына жаралған келін болсын дейміз. Шаңырақтарыңызда әрқашан шаттық күліп тұрсын, керегелеріңіз кең болсын, босағаларыңыз берік болсын, табалдырықтан аттаған әр қонақтың ізінен үйлеріңізге қыдыр қонсын. Ақтаудан келетін қонақтар бүгін бірінші рет келген болсаңыздар, сонау құдалықтың 1000 жылдығынан кейін де үнемі екі аяқтарыңыздың бірі сарағаштың төрінен табыла берсін дейміз. Ал біздің Ақмарал мен Бәкең екеуі Ақтауға барғанда бір жолы балшандарын, келесі жолы ұстаздарды алып, қыдыртып сіздерде қуаныштан қуанышқа жүре беріңіздер дейміз. Бәкең, Ақмарал екеуімізге елден ерекше бақ тілеймін. Сол бақтың баяндысын тілеймін. Қыз болғанда қыздың өзі ата-ананың әрқашан бұл дүниеде де, ол дүниеде де жұмағы екен. Сондықтан әр қызыңыздың қас қабағымен, қиылған қасымен, күлім деген оймақтай еріндерімен, әке, ана деген әр сөзімен сіздерге әрқашан нұр төгіліп, қуаныш келсін деймін. Сіздердің отбасыларыңыздағы, шаңырақтарыңыздағы үнемі болатын той мен қуанышта Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназия ұжымы әрқашан сіздермен бірге. Ал енді құдаларға айтатыным, осындай Ұлжалғастай қызды тәрбиелеген Ақмаралдың біздің арамыздағы ең беделді, ең ардақты, ең аяулы, ең майталман, мықты маман, тамаша ұстаз екенін, еңбекқор жан екенін, балаларды өзінің баласындай, елдің баласында тәрбиелей алатын, әсіресе менің құдағиымның кластас екенін білсеңіздер, мұндай жермен құда болғандарыңызға әрқашан қуанып жүресіздер деймін. Бүгінгі аттаған босағаларыңыздағы төрлеріңіз құтты болсын, қазір осы жерден шығып бара жатқанда жолдарыңыз оң болсын, үйлеріңізге аман сау жетіп, құдалықтан құдалыққа, тойдан тойға жалғасып жүре беріңіздер. Бәрімізге той жұмысты болсын. Әбіліш салған ілмектеп, әбілер салған әрекет деп, Алланың құлы болғанда, пайғамбарымызға үмбет деп біле білсін ағайын, осындай апайлардың өз алдында бір мектеп деп жатырмыз. Қол соқпай, не деген керемет дауыс, керемет сөз. Бұндай сөзден кейін жексенбі күнде барып сабақ оқып кетпеді өзі. Қол соқпай. Кеш жарым құрметті қауым. Ақмарал әпше жезде той құтты болсын, құдалық 1000 жылдық болсын. Dear Ұлжалғас, I remember the time when you come to me for the first time, and I want to say that today you are starting a new period of your life, and wish you to go side by side with your partner, to look at the face each other all the time with true eyes, with true feelings, respect each other, love each other, show some kind of kindness all the time to each other, take care of each other, respect your parents from both sides, from your mother's side, from your husband's side. So always be healthy, wealthy family. Wish you only good luck in your future new life. Thank you. Күйеу баласы түсінбеді ме? Апайын айтқаны, айтып тұрады қызға. Күйеу баланың айтқанын істей бермеді. Дәулерді алдай берсіп көне берді бұлар деді. Енді арзағы кейін сұрақ болады. Қол соқпай!
бәке, Ақмарал, мына бүгін жасап жатқан тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын, өздерімен өздері өсіп өре берсін. Мына құдалардың төрге шыққаны құтты болсын, 1000 жылдық болсын, 200 жылдық болсын, тек жақсылықта бас қоса берейік. Шаңырақтарыңызға тек жақсылыққа тойға келейік. Сөйлейтіндер бар ма? Болды ма? Енді ортаға алай тойын иесі. Бір әдемі суретке түсіп алайық. Бақытжан мырза, Ақмарал ханым ортаға. Бір суретке түсіп алайық, ортаға тұрыңыздар. Жібер кетті марапат. Аспандағы жұлдыздарды сенің жасыңа Аспандағы жұлдыздарды сенің жасыңа Ортаға сізден көңіл күйде бір керемет биді шақырамыз. Осындасай, алшандар кетті.
келіп жатсыздар. Отырайық, жайғасайық. Баяғыда ол жалғас сияқты ұзатылып жатқан бір қыз айтқан екен, ойпырмай елдің бәрі билеп жүр, мен бүгін өзі ұзатылам ба, ұзатылмайым ба деп. Әдемі биледіңіздер, дегенмен жол мұраты жету, қыз мұраты кету деген. Бүгінгі тойдың соңғы тілегі деп айтайын. Өйткені бұл Бақытжан ағаның үйіндегі тойдың соңы емес, Алла қаласа тойдың бастамасы. Бүгін тойда тілек айту нәсіп етпеген құрметті көпшілік, Бақытжан ағамыз бен Ақмарал жеңгеміздің келесі тойларында 4 көзіміз түгел қауышып, Алла бәрімізге тілек айту нәсіп етсін деп, менен ортаға класстастарды, жора жолдастарды шақырайын. Доспенен ешқашан ұрыспағын, доспенен көбейді ұрыспағын, дос сенің танымайтын адамның ішіндегі өзің таңдап араласатын ең жақын туысқаның деп, класстастар Бақытжан ағамыздың, Ақмарал жеңгеміздің барша класстастары, жора жолдастары түгел келіңіздер. Қарсы алайық. Әдем биледіңіздер, күшті биледіңіздер. Киноның рекламасын еттіңіз. Қазір билейсіздер, әдем тілек айтып. Ал енді құрметті көпшілік, жаңа байқадыңыздар, ұжымдастар қауымында бір қауым ел болып шықты. Ағамның достарында бір қауым ел. Байқап қарасам, Бақытжан ағам үйінің сыртын, жан-жағын таспен емес, сіздер сияқты ардақты доспен қалаған екен. Қош келдіңіздер, жол сұрайын, жөн сұрайын. Әйел жолға білсе де ердің жолын кеспеген. Ағалардан кім бастайды? Сізден бастайыншы. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Құда қаласа мына бүгін Бақытжан мен Ақмаралдың қуанышын ортадан бөлісіп жатырмыз. Тойларын той болса берсін. Құда қаласа жастар бақытты болсын. Осылар қуанып, ойнап күліп жүрсе, сендер де ойнап күліп жүре бересіңдер. Әрдайым тойлар кесе беріп, тойларын той боласын. Ал, кеш жарық, Бақытжан, Ақмарал, мынау Құда қаласа жастар бақытты болсын, мынау той боласын. Дендеріміз сау болсын, осындай тойлар барлықтарымызға жұғысты бола берсін. Қыздар, кім айтады? Келіңіздер. Бақытжан, Ақмарал, мына той құтты болсын, Құда қаласа, тойын тойға жалғаса берсін, жастар бақытты болсын. Құдалардың төрге шыққанына құтты болсын, құдаларыңыз 1000 жылдық болсын, 100 жылдық болсын, Құда қаласа. Бұдан кейін де жақсы күйеу балдар келе берсін, Құда қаласа. Тойда кездесейік, ендігі жылы бесік тойда кездесейік, Құда қаласа. Өзіміздің құрметімізге бір қол соққы өтіп қойықшы. Заман сондай қазір біреуге жанашмайды. Енді Ақмарал жеңгемнің класстастарынан кім бастайды тілекті? Қыздар, жігіттер. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Ал жаңа құдалар, төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын. Ал Бәке, Ақмарал, тойларың құтты болсын. Той боласын. Мынау өрістерінің кеңейгені құтты болсын, Құда қаласа.
осы тойдан үміті бар тойшыл қауым осы той бәрімізге жұғысты болсын, жастарымыз бақытты болсын, өссін өздерінен көбейіп, Құда қаласа екі жақты да қуанта берсін. Той боласыңдар. Ал құрметті көпшілік, мынау бүгін айналайын Ақмарал кластасы мен Бәкеңнің үйінде үлкен той болып жатыр. Тойларыңа әруақта, жақсылықтарыңа әруақта біргеміз. Не дейміз, мынау ұзақ жақтан келіп жатқан Сарыағашқа құда болып жатқан алтын көпірлеріңіз құтты болсын. Екі жақтың қандай ұзақтығы болса да махаббаттығы сондай ұзақ болсын. Махаббаттары мәңгі болсын жастардың. Айналайын балапандарым, бақытты болыңдар, баянды болыңдар. Алла нәсіп етсе, Құда қаласа алдарындағы Ақжауызда аналарың мен аталарың Құдай жолын берсін. Ал құдалар, Құда қаласа жолдарыңыз болсын. Келгендеріңізге рахмет. Шаршамаңыздар, шалдықпаңыздар. Құдалар бір-біріне жақсы тұрса ешқандай шаршау болмайды. Шашаудың бәрі естен шығып кетеді. Мына Құда жекжатты арттырып отқандар біледі. Ал мына біздің Бәкеңізде өсіп өнген жан, көріп отырсыздар. Не дейді, түн көңілде түңіл дейді. Өте әдемі жандар. Біздің Ақмарал кластасымыз өсіп өнген жаңандегі ұстаз, үлкен ұстазы айтып кеткендей 20 жыл істесті. Қазір адамның қандай екенін ұшақ кімде білесің. 20 жыл істесіп, осының қандай білімді, елдің баласын тәрбиелі алатынын, елдің баласына сабақ бере алатынын, сондай мінезімді, тәртіпті, тәлімді болған апайлары айтып өтті. Ал енді көзінше мақтамайық, құдалар өте жақсы жандармен құда болып өтсіздер. Аллаға мың шүкір, жастар бақытты болсын. Ал енді мен әрбір тойға келгенде бір айтып кететін өлеңім бар. Білемін, ұзақ жерде сіздер асығып отырсыздар. Ал енді ендеше бәйеке жан, мінеки елді жиып той беріпсің. Тойыңыз той қаласын, әрқашандай мына той баршаңызға жұғысы болсын. Барыңда оралыңның ойна да күл, көргенде дұшпандардың іші күйсін. Әнімді тіл бастайдай, жоқ қоштайдай, бәйгеден сенсіз жүрек ойшақтайдай. Мына тойда Ақмаралдың кластастары бастамаса, онда ғой бұл тойды ғой кім бастайды? Барыңда оралыңның ойна да күл, көргенде дұшпандардың іші күйсін. Барыңда оралыңның ойна да күл, қызығы бұл дүниенің сол-ақ екен. Әпшем мән айтқанына қарап, примерно бір 10 жылдан кейін өзімді көргендей болып отырмын ғой. Жолыңыз берсін. Алып қосарымыз бар ма? Бір ауыздан тоқталамыз ба? Өкпірен шоқ па? Онда той иелері ортаға келсеңіздер, бір әдем естелікке суретке түсіп алайық. Құдай сөзіміз емес, расында мал мен басымыз көбейтсін. Сіздердің келгендеріңіздің өзі Бақытжан ағама, Ақмарал жеңгеме деген бір тілек. Сонда жиналып әдем естелікке суретке түсейік. Мына сурет әдемі шықса, кластастар деген группаға жібереміз. Жақын тұрыңыздар. Біздерді тағдыр қосты, біреулер ақшан ойлар, біреулер. Кластастардың құрметіне бүгінгі тойдың соңғы 2 биі. Одан кейінгі тілекке жалғасты. Подружкалар дайын отырыңыздар. Қыздарға үкіт ағамыз, Ақжауға сейміз. Осылардың құрметіне 2 би болсын. Жібер.
Тамаша әдем биледіңіздер бір сәтке дастархан төрінде. Енді қыздар үкін алып келсеңіздер, Ұлжалғас күйеу бала төменге келсеңіздер. Ұлжалғас төменге келсеңіздер, күйеу бала екеуіңіз. Енді біздің Ұлжалғастың подружкалары, құрбылары, ізден ерген сіңілері түгел келсеңіздер. Қыздарға үкі тағамыз, жастың да тілеуін береді деген қыздардан бір әдемі тілек, әулеттің үлкенінен бата, одан кейін ақшыл төсейміз. Ұлжалғастың әпке сіңілері болса, бой жеткен қыздар плюс 18-ден шықсын бірақ. Қатты кішкендейді, шықпай-ақ қойсын. Жиналайық, түгел. Ұялып отырғандар жеңгелерін жіберсін. Бісміллә деп, қыз жолдастан бастайық, бірінші. Мына үкіні 40 күн шешпейсіңдер, қыздар. Күнде ұйықтар алдын жастың астына қойып ұйықтайсыңдар, таңертең қайтып тағып аласыңдар. 39-шы күні түс көресіңдер. Түстеріне ақ босатты ханзадаларын кіреді. Бірақ бізге Ұлжалғас үкі таққан деп, осы үкіге сеніп, той-тойлап жүре бермеңдер. Бір-бірлердің ошағын жағыңыздар. Қазақтың әрбір қызы бақытты болуға лайықты, Ұлжалғас сияқты осылай батамен ұзатылыңыздар. Бірақ бірден айтайын, бүгін үкі тақты, ертең ұзатылып кетем деген сөз емес. Бәрі бір Алланың қалауымен болады. Біз енді ырымшыл халықпыз, ырымдап, ниет қылып бой жеткен қыздарға тағып жатырмыз. Тамаша, мына жерде артылайын деп тұр. Қайынсіңлі, құтыламай жүрсіз ба қайынсіңлі? Беріңіз. Бір қайынсіңлі ұзатамасаңыз не қылып жүрсіз? Алыңыз, мына біреуін берің. Баласы 30-ға кеп үйленбегендер бар ма? Баласы 30-ға кеп үйленбегендер бар ма арамызда? Қайда? Бар деді, оңға шықтан дауыс шықты. Баласы 30-ға кеп үйленбегендер, мен де қыз ұзатып, келін сүрсем дегендер бар ма? Ағама беріңіз, жұғысты болсын, бойдағыңыз болса, қызыңыз болса жұғысты болсын. Кімге? Бар ма? Неше балаңыз? Ойбай, 15-сегі бала. Шынымен сеніп атсыздар осыған. Дұрыс қой, ырымшыл қалпымызды бірақ бәрі бір Алланың қалауымен бітті. Жұғысты болсын. Балдарыңыз егер бойдақ болса, бүгіннен бастап санаңыздар. 40 күннің ішінде үйленетін болса, бет ашатын тамада тегін мен атынан барады. Үйлендіріңіздер бойдақтарды. Бай-бай, күйеу бала. Жер бетінде ең бақытты құс қандай құс? Ең бақытты құс қандай құс? Аққу ясаған қораз. Осы жағысың ортасында қораз отырсын ғой, сіз мына жаққа өтсеңізші. Мына жаққа өтіңіз. Қыздар, біреуіңіз мына бетке өтіңізші, төртеу ортаға алып тұрайық. Тамаша, бұл да бір әдемі жарасқан дүние, күліп тұрыңыздар. Енді осы қыздардың ішіне бір екеуі сөйлесін. Біздің Ұлжалғастың бір сіңлісі сөйлесін. Кейін үлкендерді шақырып бата сұраймыз. Жастар, сіздер мына шетке тұрыңыздар. Подружкалармен кім сөйлейді? Күйеу жолдас қайда? Күйеу жолдас тілек айтпай ма? Келіңіздер қыздар, айтайық. Жалпы бүгін Ұлжалғастың ұзатуына жиналып отырмыз. Біз Ұлжалғаспен 15 жылдан бері доспыз. Бір партада өстік, бір мектепті аяқтадық, даже бір универде оқып, бір мамандықты оқыдық. Енді не айтамын? Бақытты бол, бақытты қылам деп емес, бақытты болам деп бар. Мен думанға сенем, Ұлжалғасты бақыт ететініне, бәріміз бір ауыздан сенеміз, бақыт тілеймін, басқа ештеңе емес. Ал Ұлжалғас, бүгінгі той құтты болсын. Жалпы қызыңызды жаманлыққа беріп жатқан жоқсыз, текті халыққа бұйырып жатсыз. Ұлжалғас тұрман тексерге бақыт тілеймін. Бұйырса келесі жыл бесік тойларына барайық. Бұйырса біздің елде болады ғой бесік тойлар, Маңғыстауда тойлатайық бірге. Үлкен тойда да боламыз. Тек қана бақыт тілеймін, бақытты болыңдар ең басты. Думан біздің қызды жылатпа.
қызымызды білесің, өте пысық, сен бақыттысың, Баубекті алып отқан Ұлжалғасты. Баубек Ұлжалғасты алып отқан. Өте пысық қыз. Сенің үйіңді өте бақытқа толтырмаса, басқа ештеңе айта алмаймын, бақытты болыңдар. 5 тойдан не бар сендерде? Үкім не үшін тақтық? Той тұрлап жүре бермей 5 тойға дейін ұзатып кетіңдер. Күйеу жолдас келіңіздер. Ассалаумағалейкум, тойшы ғалым, ал думан, досым, құтты болсын, алып атқан құсын, бақытты болыңдар деп. Сендердің бірге жүріп қой, бір жерде жасаймыз, доспыз, ағайын болып та, дәл осылай келешектің біз ұсап балалардың тойына келіп тұрыңдар, Алла қаласа. Тек бақытты болыңдар. Күйеу жолдас үйленген бір сәби бар, бір қол соққы қошеметтеп қойыңыздар. Бүгін мен арнайы келіншегімен келіп отыр. Тілек айтамыз ба? Келіңіз. Ал Ұлжалғас, бүгінгі міне ұзатылып жатсын, жолың болсын, бақытты болып барған жерінде. Тек барлық жақсылықты тілеймін екеуіңе. Сол өзің ата-анаңды жерге қаратпай, тек бақытты отбасы болыңдар. Балапандарың көп болсын, тек осылай жақсы күндерде осылай тойлатып бірге жүре берейік. Тамаша, енді туған әпкелерінен, бауырларынан тілек болсын. Қайсымыз үлкен? Ал сіңілім Ұлжалғас және күйеу балам Думан, бүгін сендер жаңа жолға қадам бастыңдар. Сендерге тек қуанышты күндер тілеймін, бақытты болыңдар, бақытты таңдарды бірге атырыңдар және де бірге бір жастықта әдемілеп қартайыңдар. Арттарыңнан балапандар ере берсін, тек бақытты күндерің көп болсын. Келесі жылы Айман Шолпандай Асан үстінде егіз кесін дегенде бір қол соңғы жұметтер қашыса. Ал мынау сіңілім Ұлжалғас, күйеу балам Думан, бүгінгі бас қосқан күндерің құтты болсын. Әрдайым келесі осы жылы үлкен той болса, келесі жылы бесік той, басқа да тойлар бола берсін. Әрдайым өмірлерінің соңына дейін бір-біріңнің қайғыда да қуанышта да қастарынан ажырамай, жұптарың жазылмай, балалар арттарынан ере берсін. Тек бақыт тілеймін. Енді достар, сіздерге рұқсат, сіз екеуіңіз келсеңіздер, Бақытжан ағам қайда? Бір отбасы өзіміз, 4 бауыры сіңлілер келіңіздер, отбасы бір есерге суретке түсейік. Отбасы бір есерге суретке. Менен әулеттің үлкені шақырайын. Әулетіміздің үлкені келген ағайынға алғыс айтып, құдаларға ақ жол тілеп, қыздың ақ батасын берсін. Ең үлкеніміз Сапаш атасы бар ма? Болмаса Базарбай атасы, келіңіздер, Батыр елінің үлкендері. Тамаша, 5 қыз, 1 ұл болды. 5 перзенттеріңіз алтау болды. Алла қаласа 4 қызға да жақсы жерден құда келіп, 5 ұл 5 қыздың ата-анасы болыңыздар. Сіздерге рұқсат. Әулетіміз үлкені. Келіңіздер, бата беріңіздер, ақ жол тілеп. Жастар осы жерде үлкендердің батасын алайық, одан кейін ақ жол төсейміз. Құдалар, қазірге асықпаңыздар. Қазірге отырайық, жайғасайық. Біздің әулеттің үлкендері бата беріп ақ жол тілейді, одан кейін сіздерге рұқсат береміз. Денсаулық болсын, аманшылық болсын, жастарымыз бақытты болсын, еліне, ата-анасына бүгінгі тәрбиелеріне болсын. Әр уақытта бақытты болыңдар, ата-аналарын сыйлаңдар. Көбінесе жортқанда жолдарың болсын, бұл жолдықты болыңдар. Ассалаумағалейкум көпшілік. Мына тойымыз еш уақытта бітпесін, бұдан кейін жалғаса берсін. Мына жастарға бақ қарасаң, қадар дарысын, кетпес дәулет кең пейіл берсін, елінің саулығын, дастарханның байлығын берсін. Барған жерінде бақытты болып, өсіп өне берсін. Тамаша, міне Қосбұрды атасының осындай әдемі ақ батасымен енді құдалар бүгін Батыр еліндегі, Сарыағаштың төріндегі бүгінгі тойдан кемшілік болса кешіріп, жақсыламаса асырып, елде қалған құдаларға дұғай-дұғай сәлем айтыңыздар, жортқанда жолдарыңыз болсын деп, жаңа құдаларға рұқсат берейік енді. Біз сәукеле кигізу, ақ жол төсеу рәсімін бастаймыз. Енді мынау қызыл жаулық қыз дәуренінің белгісі, санаулы ғана сәт ақ жаулыққа айналады. Ақ жаулығы кірлемесін, ақ жаулығына дақ түспесін деп әулеттің үлкен анасы Қаракөз апама қолға салайын, маңдайынан сүйіп иығына қызыл жаулығын тағып қойыңыз, иығына тағыңыз. Ал осы орамалды
болғаннан кейін адай елінде әшемнің жолын берсін, үлкен апаларымның жолын берсін деп Ұлжалғас өзің тағып, өзің тоздыра бер. Енді қыздың екі жеңгесі бар ма? Қызы төрге апарсаңыздар, өзі қазақтың салтында қызы жеңгелеріңіз отпай күйеу баласы қала беріңіз, екі жеңгесі. Қызы төрге апарайық. Қайда келіндерім бар, қайда кеткен батырлардың келіндері? Я төрге апарыңыздар. Құрметті көпшілік, қыздың жолын бөгемеңіздер, өтініш. Қазір ақ жолын басып, ақ жолын таптамаңыздар. Мына төрт бауырымен, әке анасымен қоштасап, қалғанымыз жолына кедергі жасамайық. Я дәл осылай орындарыңызда отыра беріңіздер. Ал енді анамның ақ жаулығы әппақ деп осы дәулеттегі үлкен аналардың жолын берсін. Аналық жүректен шыққан бір әдемі тілек деп қабыл алғайсың, өкілі сәукеле кигізу рәсімін бастайыншы. Даусын сәл шығар. Маңдайына сүйгіз, маңдайы жарқыраған келін болсын. Міне үкілі сәукеле, санаулы сәт ақжаулығы жылдар өте. Ақтауда адай елінде кимешек анасына ақ жолға тұрыңыз. Ал енді күйеу бала жаңа қос бірдей атасының ақ батасы әке анасының ақ тілегімен қызымызды бірінші Аллаға, одан кейін өзіңізге аманат еттік. Аманатқа қиянат болмасын. Ал жігіттер әдемәнмен қызды енді күйеу балаға тапсырайық. Екі жеңгесі жағына ұстаңыздар. Жанымда жайнап жүре
Evet.